Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар. Рахмет. Негізі жаңадан бері сахнаның астында мен туралы сұрап отыр. Қандай философиялық ойларыңыз бар, қандай ұстанымдар сізді алға бастырады деп. Жалпы мен айтайын дегенім, мені осы уақытқа дейін ынталандырып, осы уақытқа дейін алға бастырып келе жатқан ең маңызды ұстаным ол өмірге өкінбеу деп ойлаймын. Өмірге өкінбеу. Егер де мысалы өкінердің алдында, зарланудың алдында, зорғудың алдында адамда Аллах тағала берген үлкен қасиет ол таңдау. Әр адамда таңдау құқығы бар. Оны істеудің таңдауы бар, істемеудің де таңдауы бар. Сол себепті зарлау мен зарлану, зорғу ол адамдар бағанағы шегіндіретін негізгі қасиеттердің бірі деп ойлаймын. Бизнесмен деп ойламайтын шығармын өзімді. Бірақ кәсіпкер деп ойлаймын. Кәсіпкер. Себебі неде? Себебі мен бір саланы жақсы білемін, сол салада 10 жылдан артық жұмыс істеп тұрмын. Бір саланы, білген саланы. Ал не үшін өзімді бизнесмен деп ойламаймын? Себебі мен көп салада жұмыс істеп тұрған жоқпын. Енді ақша табудың маманы емеспін. Ешқашан кішкене кезден бастап бір кәсіпкерлікпен айналысайын, байып кетейін, ондай ешқандай ой болған жоқ. Керісінше мені сол кәсіпкерлікке ақша табуға, семьяның жағдайын жақсартуға, жалпы жағдай итермеледі. Жақсы өмірге талпыну міндетті көп адамдарда болады ғой. Бұл бірінші жағы, екінші жағы өте көптеген маған сенетін адамдар мені бизнеске қарай итермеледі. Мен өзім Қазақстанның транспортный компаниясына жұмыс істедім, Қытайдың транспортный компаниясына жұмыс істедім. Алдымен түздегі жалғыз қасқыр сияқты өзім бір кішкентай офиста 12 квадрат метр жерде өзім білетін таныс немесе туысқан сондай адамдардың жүктерін тасып жүрдім, олардың сеніміне кірдім. Сосын олар мына жігіт жақсы жұмыс істейді екен деп басқаларға таныстырды. Сөйтіп менің клиенттерім, тапсырыс берушілерім көбейе бастады. Көбейе бастағаннан соған сәйкес өзім адамдарды ала бастадым. Сондай негізі бизнестің бастауы сол болды. Ешқандай бір үлкен жоспарлы түрде болған жоқ. Давайте на жаққа тұрыңдар, Гули. Кеде балапандарымыздың мерекесі құтты болсын. Жалпы осындай форматты Елмира дұрыс деп қабылдады. Сол себепті барлығымызды жинап балапандардың мерекелерімен құттықтаймыз. На самом деле, шын айтқан кезде кішкентай балапандар ол біздің болашағымыз. Менің ойымша, егер де біздің балаларымыздың баласы осы Golden Bridge партиясында еңбек сіңіретін болса, ол біздің ең үлкен арманымыздың орындалған. Білім алтын медал алды. Хотели сделать открытые двери, но что-то немножко по графику не получается. Будем продолжать и укреплять традицию, чтобы заботиться о наших детях. Мне кажется, классная традиция. Всем спасибо большое. Қазір енді дәл біз Golden Bridge партнерс, осы компания логистикалық қызметпен айналысамыз. Бұл компанияда 58 адам жұмыс істейді. Негізгі құрылым Алматыда, сосын Қырғызстанда бар, Өзбекстанда бар, Ресейде бар және Қытайда бар. Барлық қазір 58 адамды, бұдан басқа және басқа салаларға қаржыландырып отырған. Енді барлығын қосқан кезде 100-ден артық қызметкерлер бар. Мен енді жалпы бастық деген сөзді де қатты жақсы көремін, себебі бастық деген енді басы ғой. Ал басшы дегенде жақсы көремін сөзін. Қандай басшымын деген кезде мен енді жұмсақтау басшы шығармын деп ойлаймын. Жұмсақтау. Кеңесші басшы деп айтатын шығармын енді өзімді. Көбірек. Ең көп естілетін әңгіме бұл тиімділік. Қалай өмірдің тиімділігін арттырасың, қаншалықты сен уақытыңды жалпы өзіңнің бизнесіңе жұмсайсың, өміріңе арнайсың деп өте көп сұрақ қояды. Негізі жас кәсіпкерлер болсын, кішкентай бауырлар болсын. Менің ойымша ең үлкен адамды алға бастыратын, тиімділікті арттыратын нәрсе ол тоқтаусыз еңбек, жұмыс, қызмет. Ол жұмыс деген ол таңғы 6-тан бастап, немесе таңғы 9-дан бастап кешкі 6-ға дейінгі емес, ол тоқтаусыз еңбек. Қазіргі кезде әрбір адамзат, жастар болсын, үлкен болсын, заманына қарай бой түзейді. Әрине, қазіргі кездегі жастарымыз өзінің кәсібін тауып,
осы өмірде өзінің орнын тапсам деген үлкен арман мен мақсат қояды. Міне сол арман мен мақсатқа жету үшін талаптанады, әрине, еңбектенеді. Сондай жастарды көре отырып өте қуанамын. Тек біздің Қазақстанда емес, сонау алысты жақындатып, ешқашан да алыстатпайтын өзінің еліне деген, отанына деген сүйіспеншілігі, жүрегі таза, пейіл, ақ, сезім адал азаматтарды да байқаймын. Ол ерекше бала болды, Болатбек. Сол 3 баланың ішінде, қызды айтпай қойын, сол 3 жылдың ішінде өте ерекше болды. Кішкентай кезінен мектепке барған кезден тартып бұны біле бастадым мен. 1-ші классқа барды, оның кейін анау қыс болайын дегенде өзі каникулға не қылады ғой, сол кезде бір книжка береді ғой. Класском, озат оқушы, сондайды жазғанда қатты қуанған ғой. Иә, ол кезде папасы да бар болған. Қуанып, соны сыйлықтар бітті ғой, кейін деген бүттін үйдің бәрі сыйлық болып кетті. Сол кезде қуанғанымыз бар, осылай сол 11 бітіргенше класском болды. Оның кейін ол осы математикада керемет, анау шемішкеше шығады дейді ғой сол. Мен Болатбек деп бастаған кез әрине ол мөлшерімен 7-8 жастан басталады. Мен өзім жалпы Достық қаласы, Қазақстанның Достық қаласына шекаралас Алашанкө деген Алатау ауылы деген қалада дүниеге келгенмін. Әке-шешеміз қалыпты қарапайым қызметкерлер, мал шаруашылығы саласындағы. Кезінде сол 7-8 жасымда мен Болатбекпін деп қалыптасқан кез, сол әке-шешеміздің бізді сол мақтап-матақтап бастаған кезі, кішкене кезімізден бастап бағана кішкене Қазақстанның келген жақсы журналдарды оқимыз, өлеңдерді жаттаймыз. Сол себепті кішкене шығармашылықпен айналысатын кішкене кезімде болса да. Сол кезде бір 8-9 жас болса да, кішкентай шығарма болса да, әке-шешеміз сол кішкентай шығармаларды басына жасап қоятында, достарына келсе, қонақтар келсе, соны бізді тұрғызып қойып оқып береді. Ой, батасын берді ғой. Енді тірі болса не қылатын, батасын көп берді ғой, бағана кішкентай кезінде сыйлық әкелген кезде. Ол мынандай қойып, туыстар келгенде мені сөйлетпейтін. Әй, тыныш отыр. Мынаны алды, мына ой, Болатбек мынаны алды, бәрін көрсетеді ғой. Сол енді батасы соны менен не қылған шығар, кішкене кезінде. Бастауыш бітім, міне бісімілі 1-ші классқа кіргенде бұл бала сол ағалап шыққан. Сол бітіріп кеткенше сол класском болып шықты. Құрметті қалайық. Көп ұлтты республикамыздың халқына қалтқысыз қызмет етуге, Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Әке-шешемізді кішкене кезімізден бастап, сенің тегің кім, біздің ата-бабамыз қай жерде орналасқан, немен айналысқан, соның барлығын атап өтіп жүрді. Сол себепті кішкене кезімізден бастап, жалпы қазаққа деген сүйіспеншілік, Қазақстанға деген сүйіспеншілік жастайымыздан орнай бастады. Әрқашанда бір бағана қазақтың бет-бетінен түсіретін шаруаны істемеуге тырыстық. Қазақ елге енді өзіміздің еліміз, өзіміздің жеріміз енді армандай ғой. Біздің оған қарағанда туысымыз бар. Туысы жоқ адамдар келіп жатыр. Оған енді біз келген өте орынды ғой. Келе салдықта мына балалар туыстарына кіріп кетті. Әйбет болды. Есте қалған ең үлкен эмоция ол бірінші шекарадан өткен сәт. Шекарадан өткен кезде ол жерде кішкентай машина болмады. Мен үлкен КамАЗ деп аталатын үлкен жүк көлігімен бірге өттім. Жүк көлікпен өткен кезде әлі есімде қалғаны аяғым ұйып тұрды, себебі ол жерде 5 адам бір көлікке тығылып отырдық. Сосын ұйыған себепті Қазақстанның топырағына бірінші түскен кезде машинадан секіріп биік машинадан түстік. Аяғым ұйыған себепті мен екі аяғымды өзім баса алмай қалдым. Бірақ жығылған жоқпын. Бір 10 метрге дейін құлаған сияқты болып ары-бері жылжыдым да, бірақ 10 метрден кейін өзімді бағана тіктеп ұстап алдым. Мен кейде өзімде ырымдаймын. Сол құламағам жақсы болған шығар. Мен құлағым келмеді сол жерде. Қаншалықты екі аяқпен тік баса алмасам да, сол тұруға тырыстым. Ең адамға әсер еткені ол қазағымыздың көк туы желбіреп тұрды. Өте саған кезде, достық шекарасын өткен кезде қайда барсаң, пойызға шықсаң да қазақ, отырсаң да қазақ, магазинге кірсең да қазақ, жүрегің жылынады. Керемет түйсік
Ол түйсікпен мен осы уақытқа дейін келе жатырмын сөздің шынығына келгенде. Біздің достық басталған сол жаңағы бизнестік қарым-қатынастық платформада басталды деп айтуға болады. Болатбек жалпы Қазақстандағы жаңағы үлкен логистик компанияларының бірінің жаңағы құрушысы. Сол себепті бізде жаңағы бизнесмендер, біздің группадағы бизнесмендер және басқа да достарымыз көбінде сол Болатбекпен логистика жағынан байланысты. Біздің достығымыз бірінші содан басталды деп айтуға болады. Жаңағы бізге тауарды қалай сенімді, тез әкелу жағынан көмектесті, ары қарай сөйлесіп, араласып, дос болып кеттік. Осы бизнеспен айналысқалы бір 10 шақты жылдың жүзі болды. Бірақ мына бір жылдың алдындағы жаңағы пандемияға байланысты бизнесте әлсіреу болды. Әлсіреу болғанда қаржылай қиындықтар туындады. Сол себепті бұл бизнестің жаңағы бір долясын, процентін сатуға тура келді. Сол ойым жаңағы жанымда жүрген бірінші достарыма жаңағы Болатбекке айттым. Ол бірден жаңағы қолдап, жаңағыдай қаржылай көмектесуге, ары қарай дамуына бірге атсалысуға қол ұшын беретінін айтты. Ары қарай осы компанияның ары қарай аяқ алып кетуіне қаржылай себепкер болды. Бірден бір дәл қазіргі өркендеп осы дәрежеге келуіне бірден бір үлесін қосқан жақын досым, мықты кәсіпкер. Бұл дайындық оқыған жоқ. Дайындық оқымай, осы Әл-Фарабиге тікілей түсті. Әл-Фараби оқуына, мынандай физика факультетіне 86 балмен түсті. Сол кезде 2006 жылы. Сол кезде о жақта тойлатып, тойын беріп, қуанып, ел-жұртпенен бөлістік. Дүниеде барлығы бір қалыпты түзу сызықты болғанның өзінде бұл өмір өте қызықсыз болып кетеді. Жалпы өмір сәтсіздікпен, қателікпен, жығылудан, сүрінуден, алға басудан тұрады. Сол себепті өмір қызықты. Әдетте жалпы физикалық құбылыста энергия болсын, күш болсын, ол жоқтан бар болмайды, не бардан жоқ болмайды, ол бір нәрседен бір нәрсеге айналады. Сол себепті кез келген сіздерде қателік болсын, сүрінген қиыншылық болса, оның барлығын басқа нәрсеге ауыстыруға болады. Егер де сіз қиыншылық болса, оны жеңу керек. Егер де сәтсіздік болса, одан тәжірибе алып, оны ары қарай жалғастыру керек. Бұл өмірде қаншалықты көп қателік өткізсеңіз, қаншалықты көп қиыншылықты уже арт жаққа қалдырсаңыз, енді математикалық тұрғыда болашақта сізде жетістікке жету ықтималдығы соншалықты жоғары. Сол себепті бір қиыншылықты өткердім деген сөз, болашақтағы ықтималдықты соншалықты арттырдым деген сөз. Өмірдің мазмұны мен мәні де сол қиыншылықтан басталмай ма? Қиыншылықтарды жеңе білу, оны төзе білу, шыдамдылық, сабырлық, төзімділік міне ең басты нәрсе. Сондықтан да мен әр жастарға қарап, оларға да қарап біз бой түзейміз. Көп нәрсе аламын. 4-ші курс бітірсем мен 100 компаниямен міндетті түрде кездесуім керек деген мақсат қойдым да, сол 4-ші курс бітіре салып кездесулерді бастадым. Мен бірінші Қазақстандық транспортный компанияны өзім таңдадым, сол жұмысқа орналастым. Әрине бастапқы орналасқан кезде өте де оңай болған жоқ. Мен 10 рет есігін қақтым. 10-ші ретінде директор Болат деген кісі өзі айтты: Болатбек, сен менің кішкене кезімде, жас кезімде қайтты есіме түсірдің деген ниетпен мені қабылдады. Басында әрине оңай болған жоқ, өте қиын жұмыстарға салдым мен. Ол кезде Қазақстанның сатып алу қуаты ерекше жоғары болып тұрған кез, контейнерлер тым көп, СФХ-да 1000 шақты контейнер тұрады. Сол маған бір 10-20 контейнердің тізімі береді. Осы контейнерді күніне тауып келсем болды. Ол кезде өте, ол да қиын жұмыс. Барлық контейнер бір-біріне жабысып тұрады, өте қиын. Жабысып тұрған себепті контейнердің номерін көре алмайсың да, контейнерді таба алмайсың. Мен мына тапсырманы орындауым керек. Қалай орындауым керек? Мен кішкене бір техника жасап шығуым керек. Жақын жерден контейнердің номерін көруге. Сол себепті мен тастаққа бардым да, ұзын ақ турбалар бар. Ұзын ақ турба бір 5 метрдей турба қойдым. 5 метрдей турбаның арасына сым темір өткіздім. Сым темірдің қатты сым темір, алюминийден жасалған сым темір өткіздім де басына айна жапсырып қойдым. Сонда сым темірді итерсе айна былай өзгереді, былай иіліп тұрады. Соны жасап алдым, автобусқа отырам, елдің бәрі аңтаңдады. Мына жігіт не істейді екен деп, ұзын нені автобусқа салып қоямын, күнде автобусқа апарамын. Сөйтіп 10 емес, мен 20-ны 2 есе артық тауып тұрдым. Өйткені контейнердің барлығын көресің ғой, тез тауып аламын, жазып отырам. Сосын мені 1,5 айдан кейін Қытайға оқуға жіберді. Қытайға логистиканы оқуға жіберді. Леймган деген портқа, Чиндау деген портқа, ол кісіге осы уақытқа дейін дәніздамын, осы уақытқа дейін кездесіп сөйлесіп отырамыз. Не жұмыс істесең де, міндетті түрде жақсы істе.
ол орташа істеп шалап шұқ істеген ол ешкімге берекесін бермейді. Әдетте алтын жерде жатпайды дейді ғой. Я с Булатбеком познакомился год назад во время карантина. Спустя месяц-два я уже не знал, что делать, и хотел открыть свое и снова начать работать. Тогда у меня был первый опыт в плане привлечения инвестиций, и на пути вот встретились Булатбек и Алмаз. Это два друга, которые помогли мне начать свой бизнес, мой первый бизнес. Вот уже почти прошло больше года, и мне нравится с ними работать. Он относится, не только он, и вот он со своим другом, они относятся с пониманием ко всем, да, в том числе и ко мне, потому что, мне кажется, они тоже проходили через этот путь. Ну вот, когда ты начинаешь, вначале всегда тяжело, иногда бывает хорошо, но мне вот это вот нравится, то, что они всегда пытаются как-то стараются меня поддержать. Были у меня моменты переломные, что у меня что-то не получалось, они прям приходили и говорили: Арафат, типа, мы верим в тебя, не переставай работать. На привлеченные инвестиции я закупил оборудование, и теперь я могу спокойно снимать короткометражные фильмы, клипы. Егерде бүкіл қазақстандықтар, әрбір қазақстандық өзі еңбекқорлықпен айланса, біреу үйінде бана ұлтырақ тегеді, біреу аяқ киім тегеді, біреу кепкі тегеді, біреу қызмет көрсетеді, біреу товар тасиды, соның барлығын диваннан көтеріп, барлығы еңбек істейтін болса, онда Қазақстанда жалпы дүниелер көбейеді, заттар көбейеді, айырбас көбейеді, жалпы халық дөңгелек тәуелділікке жетеді, сосын басқа мемлекеттермен тәуелсіздікке ие болады, жалпы тәуелсіздікке ие болады. Тұтынушылық жағынан да тәуелсіздікке ие болады. Жалпы қарапайым тілмен жеткізген кезде. Жалпы Булатбек екеуміз енді университетте өмір жолымыз сол жерде тоғысты. Сол жерде бірімізді табысып, бірімізді болашақ жар ретінде қарастырып, енді басымыз университеттен бастап қосылды. Жалпы өзім қыз кезімнен бастап, бала кезімнен бастап, өзім армандайтын, менің всегда жарты жарым, ол бірінші қасиеті ол иманды болу. Екінші жағынан ол өзінің болашағына сенімді, отбасына арқа болатындай азамат болсын деп сөйтіп ойлайтын. Булатбекті танысқаннан бастап, сол қасиеттерді соның бойынан көрдім. Бірінші күннен бастап өзіммен сөйлесе бастаған кейін сол адам екенді сезе бастадым. Ақырындап таныса бастаған кейін нақты сол адам екеніне сенімді болып, сол өзімнің өмірімді осы адамға табыстауға болады деп сендім. Сөйтіп өміріміз тоғысты, отбасылы болдық. Міне қазір 3 баланың ата-анасы болып отырмыз. Сол енді қазіргі Булатбекпен сол кездегі Булатбектің ешқандай айырмашылығы жоқ. Сол бойы ол жүрегіндегі имандылығы артқан, өзінің қазіргі ең үлкен қасиетімен талай өзінің інілерін, талай өзіне өзі сияқты адамдарға жол бастап келе жатыр. Сол енді осылай біз отбасы болып, бәріне үлгі болуға, екеуміз екі жақтап тырысып отырмыз енді. Егер семьяда проблема болатын болса, семьяда мәселе болатын болса, сенде барлық жерде мәселе. Барлық жерге не фокусыңды жинай алмайсың, не алға баса алмайсың. Сондықтан жұбайым бар, бала шағам бар, көбінде ешқандай мәселелерін өздері шешуге тырысады, мен келсем тек қана қуантуға тырысады. Сондай бақытты бір өмірді сыйлап отырады. Қазір Самыржан деген бізде 3-3 жарыс болып жатыр. Қазір біз тассаймен ойнап жатырмыз. Браво! Егер тассай теңсек, Алла қаласа ертең финалға шығамыз. Жалпы баскетболда енді адамның табиғаты көрінеді ғой. Баке өте жігерлі және өте адамшыл жігіт. Ол негізі ешқашан біреудің намысына тимейтін, өте таза ойнайтын, және де жігермен өте профессионал түрде өз-өзін площадкада көрсететін жігіт.
Мен Болотбекті 2014-тен бері білем. Біз онымен баскетбол ойнап танысқанбыз. Сол кезден бері баскетбол ойнап жүрміз, талай турнирге қатыстық. Содан кейін олар мені жұмысқа шақырған, қазір олармен бірге істеймін. Болотбек туралы айтсам, ол өте адамгершілігі зор адам, таза адам. Және де ол ешқашан жоқ демейді, ол тек қана алға, тек қана көрейік, істейік дейді, ол андай болмай қала ма деп, мүмкін шықпай қала ма деп, ондай пессимистік ойлар ешқашан болмайды. Ол былай айтсақ, оптимист. Ол әрқашанда жарқын болашаққа сенеді. Дима! Қазір екі пост ойласақ, тегін мүмкіндігіміз бар. Менің ең үлкен қорқынышым жалпы өзіме қойған арман мақсатты орындай алмай кетем бе деп ойлаймын. Негізі өте жақсы сұрақ. Жалпы өзінің үлкен енді арман мақсатым бар. Жаңа әңгіменің басында айтқан себепті өзімді әке-шешеміз қазақи қылып тәрбиелеген себепті өзінің кішкене де болса қазақтардың саны мен сапасына кем дегенде бір кісілік үлесімді қосам ба деген арман мақсатым болады. Қазіргі қаншалықты адамды жұмыспен қамтамасыз етіп алсың, қаншалықты салық төлеп жатсың. Ол негізгі бағанағы менің бірінші реткі ойымның саналы түрде жеткізілген түйін деп ойлаймын. Сен жақсы жолда жүру керексің, жақсы автобуста отыру керексің. Сен жақсы үйлерде тұру керексің, сенің қоғамың қауіпсіз болу керек, амандығы мықты болу керек. Ол үшін өзің жалғыз өмір сүру мүмкін емес. Сол жақсы өмір сүру үшін сен жалпы мемлекеттің бай қуатты болу керек қой. Мемлекеттің экономикасы жақсы болса, басқа халықтың да жағдайы жақсы болады. Сол себепті қазіргі менің негізгі мақсатым көбірек адамдарды қызметпен қамтамасыз ету, көбірек олар үшін налог төлеу және оларға налог төлеуіне, салық төлеуіне мүмкіндік жарату. Елін сүйген азамат бәрін жасай алады. Қолынан келеді оның, мисал үшін. Жасайым десе жасай алады. Менің Болотбек балам қандай енді осы өзіміздің мемлекетке көмек жасады деп бастап айтсақ енді жұмыс беріп отыр. Көп жастарға, өзінің достарына, жан-жағасындағы таныс біліске жұмыс беріп отыр. Сол жағынан да үлес қосты деп айта аламын. Киноларда көбінде әділдік, адалдық, тазалық жеңеді. Бірақ шын мәніне келген кезде бұл жерде күш жеңеді. Кім күшті, сол жеңеді. Немесе кім күшті біріктіре алады, сол жеңеді. Ал, Болотбек, аман ба. Ал, құрметті достар, мына бүгін мен өткірде өжетті, қайсарда қайратты бауырымды көріп тұрмын, Болотбекті. Алысты жақындатып, жақында ешқашанда алыстатпайтын осындай қазақи өсіп атқан жастарға мен таңғаламын. Ағаң болса алдыңда қимайтұғын, артыңда інін жүрер сыйлайтұғын деп. Мына Болотбектің бүгінгі әңгімесіне қарап мен таңғалып отырмын. Қазіргі жастар осындай болу керек. Өткір өжетті, қайсарда қайратты. Себебі осындай жұмыспен қамтамасыз ету, осындай алыстан келіп мінекей біздің елге тек қана өзінің ғана емес, жанұясын ғана емес, халыққа пайдасы тиетін азаматтардың қаншама жастарға жұмыс беріп жатқан және де оның мақсаты мен арманына жетуіне себепші болып жатқан Болотбекке ырзашылығымды білдіріп отырмын. Басыңа амандық, жолыңа адалдық, деніңе саулық, елімізге байлық келсін. Мынау жасаған жақсы амалдар мен іс-әрекеттеріңізді Алла қабыл етсін. Жақсылық тілеймін. Бақыт.